Қазір бұл салафизм ағымы бұл санкциялау деңгейін түсіріп тастады. Қазір кез келген адамға айтады, мысалы салафизмнің ұстанымы сондай. Құраннан аят келді ме, амал ет. Хадис келді ме, амал ет. Ол хадистің қай түрі? Мысалы хадистің ішінде шариғат болатын хадистер бар. Мынаны былай істеңдер, намазды осылай оқыңдар, қажылықты осылай жасаңдар деген. Хадистің ішінде шариғат емес, пайғамбарымыздың табиғатына байланысты кейбір нәрселер бар. Оның ұйықтауы, жүруі секілді ол табиғи нәрсе. Ол сүннет емес. Көрдіңіз бе? Ол мубах амалдар, былай айтқанда. Нейтралды амалдар. Кейбір әрекеттері бар, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям ол ел басқарды. Және көшбасшы болды. Әскери көшбасшы болды. Судья болды жағынан. Міне қызметтік жасаған әдеттері бар, әрекеттері бар. Сол қызметтік әрекеттері барлығына тең сүннет емес ол. Тек қана сол лауазымдағы тұлғаларға ғана ол айтылған сөз. Тура сол секілді тек қана пайғамбарға тиісті кейбір әрекеттер бар. Оны біз үшін сүннет деп айта алмаймыз. Мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2 күн қатарынан ораза ұстағаны болған. Кешке ауыз ашпай, келесі суткаға өтіп, 2 сутка қатарынан ораза ұстаған. Сауму висаль деп айтылады. Ол ұстаған, бірақ ол бізге сүннет емес. Ол бізге макрух, жарамсыз амал болып есептеледі. Тура сол секілді бізде қазір салафизмнің берген осы ұраны бар. Аят, хадис келді ма, болды, амал жаса. Содан аяттың мағынасын түсінбейтін, хадистің мағынасын түсінбейтін, барлық мынау артист дейміз, спортсмен, блогер, бәрі осы салаға кіріп кетті де үкім шығарып жүр. Норма беріп жүр. Норма шығарып жүр. Мынау міне дұрыс, мынау адасқан, мынау кәпір, мынау мушрик, мынау бидғатшы. Сонымен ана санкциялау шарттары жоғалып кеткен.